қаққанда күш береді іңкәр жаныма ғаламдағы бар сиқыр айналғандай әсем бағыма бұл менің еркем аян достарды көземін құшақ жая сұрасаң атым аян бар арманым айға бағланған сұрасаң атым аян саяхат жасап іздеген балақан Жұлдыз ақты. Ал аспан қашан бұлттанар екен? Шіркін аққан жұлдыздай жауында құя түсер ме еді? Мына керемет қиындылар қайдан түсіп жатыр? Сәлем! Ой, өте әдемі екен. Менің атым Майя. Қуаныштамын. Ал менің атым Дино. Мен сені бұрын көрмеппін. Сенің қырық-қыштарың бар екен. Вау, олар өткір шығар. Иә, олар өте өткір. Қалаған затты майдалап қиып тастай алам. Қара, көрсетейін. Мәссаған өте әдемі қидың. Арқамай. Әй, менің торым сендерге қоқыс тастайтын орын ба? Дәл сендей жәндікті бірінші рет көруім. Өзің де қырқыштарың да ерекше екен. Қалаған затыңды өрнектеп қиып бере алам. Тағы да көрсеткенімді қалайсың ба? Иә, әрине. Дино, бұл өте әдемі екен. Көп рахмет. Мен барып ұйықтайын. Ертең тағы да кездесерміз. Сені өзімнің досыммен таныстырам. Қайырлы түн. Ол нағыз шебер екен. Кез келген заттан түрлі пішіндерді жасай алады. Сені таныстырайын ба? Иә, мен ақылдымын. Міне менің добыма қара. Бұл да шеберлік емес пе? Қалай? Керемет емес пе? Иә, қараңдар, менің де өнерім бар. Иә, дұрыс. Екеуің де өнерлісіңдер. Өзің алдаудың да шебер екенсің. Кеттік, Дино күтіп қалды. Бен, сен де жүр. Көрдіңдер ме? Қолынан келмейтіні жоқ. Сәлем, Дино. Өте әдемі екен. Достарым Вилли және Бен. Сәлем. Менімен бірге ойнайсыңдар ма? Артығымен жасап қойып едім. Мен мұндай батпырауықты бірінші рет көріп тұрмын. Қызық екен, көрейік. Торымды кім үзген? Өрнегім ай, арқам. Маған ұнап қалды. Құлатып жіберер ме екен? Менің батпырағым ұшпай қалды. Бен, добыңның үстінде тұрып батпырақпен ойнай алмайсың ғой. Қидан жасаған добың біреуге керек деймісің? Мазақ қылма.
Тағы. Ай. Ой. Ұшып кеттік. Менің инелігім. Ұстап алайықшы. Ей, Дино, қайдасың? Менің добым қайда? Тосынсы. Екеуің не ұқсайды екен? Сендерге ұнады ма? Өте қуаныштымын. Бастарына қараңдаршы. Біраз өзгерістер енгіздім. Дегенмен екеуіне қатты ұқсады. Бірақ бұл менің добым ғой. Неге оны рұқсатсыз аласың? Неге? Бен, тоқта. Бірақ ол әдейі істеген жоқ қой. Ай, оны ренжітіп алғанымыз дұрыс болмады. Ойымдай берме, Дино. Бен добын қатты ұнататын, бірақ сен әдейі істеген жоқсың ғой. Сондай керемет допты көргенде өзімді ұстай алмадым. Ол қатты қуанатын болар деп ойладым. Бен мүсіншілерді емес, өзінің добын қатты ұнатады. Тобындағы мүсінге қарап, Беннің көңіл күйі түсіп отырған шығар. Вилли! Кездескенше, Дино. Сау болыңдар, кездескенше. О, мына иіс мұрындай жарып барады. Ай, қомағай мырза, ертеңге дейін күте тұрсаңшы. Таңертең осында кездесерміз. Ал ертеңгі күніміз бүгінгіден де қызықты өтеді. Және мына гүлдердің тозаңын жейміз. Қап, сен ұстап алмасам ба? Торыма. Арқам, енді. Менің өрнегіммен ойнайын дедің бе? Ей, мына қызғалдақтарға не болған? Гүлдердің күлтешелерін кім жұлған? Қандай аянышты. Мына масқараны кім жасады екен, а? Тіптен дәр тататын ештеңе қалдырмапты. Гүлдердің күлтешелерін кесіп алған сияқты. Бұларды біреу әдейі қырыққанға ұқсайды. Мүмкін емес, мұны Дино істеген бе? Менің сүйікті гүлдерімді неге кесті екен? Өзінің не ойлағаны бар? Бұл тәртіпсіздігін дереу тоқтату керек. Дино жаман жәндік емес, ол өте талантты. Айналасындағы әдемі нәрселерді көргенде өзін ұстай алмай қалады. Онымен сөйлесуіміз керек. Менімен барасың ба? Жоқ, бармаймын. Майяны түсінбедім. Оны жақтап тұрғанын несі? Дино, үйіңдесің бе? Майя, келгенің жақсы болды. Саған қол өнерімді көрсетейін. Қане, мұнда жүр. Түнімен ұйықтамай мыналарды жасап шықтым. Сен алар емеспін. Жасаған мүсіндерім керемет, түнімен көз ілмедім. Аяқ астынан шабытым оянып, өзімді тоқтата алмадым. Саған ұнады ма? Дино, мұның дұрыс емес. Айналадағы гүлдерді бұлай қия беруге болмайды. Вилли саған ренжіп қалды. Оны таңғасынан айырдың. Гүлдердің күлтешесін аямай қиыпсың. Бенді де ренжіттің. Мені кешіріңдер. Саған бір ой айтайын. Мүмкін сен талантыңды соған пайдаланарсың. Бізге арнап жасадың ба? Иә, осы үйшікте доптарыңды айналдырып, гүлдердің дәмін татсаңдар болады. Міне керемет. Сәлем. Өкінішке орай, мұнда менің добым сыймайды. Үйшіктің іші тар ғой. Дино, үйшіктің іші жатып демалғанға қолайлы екен.
Шаршаған кезде осында келіп ұйықтап дем алып алатын болдым. Бұзақылар ақыры сендерді қолға түсірдім ау. Бір жерде отырғандарың жақсы болды ғой. Тиіспеңізші. Енді ешкімде тірі шыға алмайды. Сендерді жеймін. Сендерге бір нәрсені айтпаған едім. Қағаздан батпырау жасағанда және осы үйді тұрғызғанда маған жіп керек болды. Ол жіптерді осы өрмекшінің өрнегінен алған едім. Кешіріңдерші. Оның не дегенін естідің бе? Сенің кесіріңнен бізді жеп қоя жаздады ғой. Уайымдамаңдар. Сендерді бұл жерден өзім алып шығам. Ай! Сендерден қалай да ақымды аламын. Жарайсың, достым. Рахмет саған. Сенсіз қолымыздан не келер еді? Бізді жеп қоятын еді. Болды, Вилли. Сонша қорыққаның не? Рахмет. Сендер маған басқа біреудің затына рұқсатсыз тиісуге болмайтынын үйреттіңдер, достар. Дұрыс айтасың. Солай ма, Вилли? Айтпақшы, ертең қидан жасалған доптарға мүсін салып жарыссақ қайтеді? Тамаша, мына ойыңмен мені қуантып тастадың. Ертеңнен бастап тек доптарыммен жұмыс істеймін. Сыйлық ретінде қызғалдақтың балшырынын берсек болады.